Баршаларыңызға сәлем достар. Бүгін сіздерге өте күшті банкаға жабылатын күздік салаттың рецептісімен бөліскім келіп тұр. Осы салатты мен қатарынан 2 жыл жауып келе жатырмын. Дәмді, өте керемет. Қажетті ингредиенттердің тізімін жазып қоямын астына. Мұнда бізде главный капуста, болгар бұрышы, тәтті қызыл түрі, пияз керек болады, помидор және үккіштен өткізілген сәбіз керек болады. Осының барлығын соломка етіп турайсыздар, полукольца етіп пияздарымызды турайсыздар, ішіне уксусымызды, қантымызды, тұзымызды, сұйық майымызды құйып жақсылап қолмен араластырып аласыздар. Әбден соуы шыққанша. Қаттылау помидор алсаңыздар жақсы болады, негізі езіліп кеткенге қарағанда. Осылай барлығын араластырып аламыз. Одан кейін банкілерімізді осылай парить етуге буға қоямыз. Менде осы ингредиенттермен 6 литр салат шықты. Осының барлығын жақсылап араластырып болғаннан кейін осындай әдемі цветті салат шығады. Барлығын банкілерімізге жақсылап престеп, итеріп тығыңыздар, өйткені қазір сыртынан қайнатқан кезде жарты болып қалады. Мен ең алғашқы жасаған салатымда білмеймін, осылай 1 литрлікке толтырып жасаған, баспаған ғой, бәрі жарты болып қалған. Осылай сосын салып болғаннан кейін банкымызды жаңағы кастрюльдің астына майлығымызды төсеп, үстіне осылай банкілерімізді орнатамыз. Сосын қайнайын деп тұрған ыстық суларыңыз бар ғой, соны банканың жарты беліне дейін етіп су құясыздар да, сосын қайнағаннан кейін 30-40 минуттай қайнатамыз. Осылай сосын аузын жауып төңкеріп қоямыз. Мен 1 күн өткеннен кейін осылай бетін қаратып қойдым. Осымен салатымыз дайын болды. Қыстың күні рахатын көресіздер. Жасалуы өте оңай. Каналға тіркеліп, лайк басып, қоңырауша белгісін басуды ұмытпаңыздар. Сау болыңыз.